қандай көрсеткіштер бар? Біздің облыстың оқушыларының деңгейі қандай? Ал Ахмет Байтұрсынов атындағы басқа үлкен ұлт ұстаздарының атындағы медальдармен жеке меншік орден сымақтарды алып сату үрдісі қаптап кетті. Кеңестік кезеңде қолдан жасалған ауылдар болды. Мынандай бір үрдіс бар да, мектеп жоғалса, яғни мектеппен біз ауылды сақтап отырмыз деген. Бастауыш мектептер бар, 5 баласы бар, 8 баласы бар. Сол 8 баланың тағдырына ауылды байлап қоюға болмайды. Яғни қала мен ауыл мектептерінің арасында айырмашылық аса көп емес біздің облыста. Жалпы министрліктің жиындарында отырасыздар, осындай көрсеткіштер бар ма? 92 автобус таңертең шығады, балаларды алып, кешке қайтады. Сонда ойлаңыз, қысы жазы жаңағыдай жыл 12 ай 92 автобустың аман есен келуін біз тілеп отырмыз. Ол түсінікті. Жалпы біздің Абай облысының деңгейі. Абай облысының деңгейі мысалы ортадан жоғары деп айтуға болады. Жарма ауданында Үшпек ауылындағы мектепке мысалы министр соғып, сол жерде жаңағы таңдайын қаққандай. Біз ауылда оқыған кезде спорт зал тұрмақ, біздің қолымызда бір ғана доп болады. Бірінші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін барлық бала тегін тамақтанады. Ондай қай кезеңде болды? Біздің кезімізде нанға май жағып беріп, үстіне қант себетінде екінші нанды жабыстырып, қолымызға ұстатып, жаңа сөмкеміздің бір бұрышында болады. Семейдің көп мектептеріне жөндеу жұмыстары керек. Ең үлкен мінберлерде біздің облыстың басшысы Берік Уәлиұлы ылғи да айтып жүр, жасырмай айтып жүр. Облыс әкімі алғаш келгенде осы аудандарды аралап жүргенде апатты мектептерді, 3 мектепті атады. Қазіргі жағдай қалай? Мектептің мұғалімі келе жатқанда біз қабырғаға жабысып қалатынбыз. Қазір директорларды қалай тағайындайсыз? Енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, мектеп кезінде таяқ жеп өскенбіз деп. Мектеп кезінде таяқ жеп өскен бала бауыржан облысқа бас ұстаз болған кезде ата-аналардан сөйлестім, сізге қиын емес пе? Армысыз құрметті көрермен, әріптеспен әңгіме атты подкасттың кезекті шығарылымында жүздесіп отырмыз. Бүгінгі шығарылымның қонағы әріптесім, Абай облысы білім басқармасының басшысы, филология ғылымдарының докторы, профессор Ерденбеков Бауыржан Амангелдіұлы. Бүгінгі сұхбатымызды өңірдегі білім беру саласындағы жаңалықтар мен негізгі мәселелер төңірегінде бастамақпыз. Жалпы ұрпақ тәрбиесі мен оқу жүйесіндегі өзекті тақырыптарды тарқатып, саланың даму бағыттарына бірге көз жүгіртейік. Қош келдіңіз, Бауыржан Амангелдіұлы. Армысыз. Бауыржан Амангелдіұлы, алдымен сұхбатты бастамас бұрын жеке сұрақтан бастасам, сіз батыста да шығыста да үлкен жоғарғы білім беретін оқу орындарын басқардыңыз, өзіміздің облыста да. Жалпы жоғарғы білім басқару мен орта білімнің айырмашылығы қандай екен? Осы сұрақты бірінші күннен бастап қойылады осы мәселе маған. Өйткені енді ғылым докторы, профессор жаңағы орта білімге келгенде қалай, оны салыстырмалы түрде қалай қараймыз деген кезде ең алдыменен әрине бұл білім саласы болғаннан кейін бұрын министрліктің өзі де біреу болды ғой. Мектеп жаңағыдай, содан кейін колледж, одан кейін университет, бұлардың бәрі бірлікте қарау керек. Бірақ дегенмен де ішінара өзіндік ерекшеліктер бар. Енді жоғарғы білім дегеннен кейін ол жаңағы орта, академиялық орта. Ол жерде ғалымдар, ол жерде профессорлар, докторлар, ол жерде жаңағы студенттер. Ал енді орта білімнің оның аумағы кең. Аумағы кең, сонымен бірге жауапкершілігі де көп. Бұл жерде тек қана орта білім дегенде оқушы мен мұғалім ғана емес. Бұл жерде сіз тікелей ата-анамен де жұмыс жасайсыз. Ата-анамен бірлестікте жұмыс жасағаннан кейін жалпы қоғамдағы бұл жерде мына басқарманың атқарар жүгі өте ауыр деп айтуға болады. Сол себепті де сонымен бірге бұл кеңірек ауқымды қамтып жатыр. Мысалы университет болатын болса, ол бір ғана қалада шоғырланған болатын болса, ал білім басқармасы бұл енді бүкіл облыс бойынша. Бізде мысалы қанша аудан болатын болса, сонша білім бөлімдері бар. Ол жерде мектептер бар. Ол жерде жаңағыдай ауыл жерлерде мысалы психологиялық орталықтар бар. Тағы да басқа деген сияқты 500-ден артық жаңағыдай білім мекемелері бар. Міне осылардың бәрін алған кезде анау Абыралдан Мақаншыға дейінгі, мына жағы Шұбартау, мына жағы Барадулиха деген сияқты кең ауқымды қамтып жатқаннан кейін бұның жүгі ауыр болатынына енді көзіміз жетіп жатыр деуге болады. Қысқасы тақияма тар келмейді дейсіз ғой. Тар келмейді, иә. Бауыржан Амангелдіұлы, жалпы оқушылардың жетістіктерін бағалайтын халықаралық бағдарлама бар. Өзіңіз білесіз, облыс әкімі Берік Уәлиұлы үлкен жиындарда жастармен кездесуде біздің облыстың жастарының, оқушыларының әлеуетін, потенциалын үнемі жоғары бағалайды.
бұл шынымен де қандай көрсеткіштер бар? Біздің облыстың оқушыларының деңгейі қандай? Енді бұл жерде осы жақын арада ғана біздің облысымызға білім министрі келіп кетті. Сол Жұлдыз Досбергенқызы бірнеше біздің ауылдағы мектептерге барды. Ауылдық мектептерге барғанда нақты ауылдағы ең жаңағыдай пиза көрсеткіші бойынша төмен көрсеткіш көрсетіп қалған мектептер қайсысы деген кезде біз көрсеткен болатынбыз. Мына мектеп. Арнайы сол мектептерге барды. Неге ол пиза көрсеткіші бойынша осыдан 2 жыл бұрын төмен көрсеткіш алған? Ол мектептің жағдайы қалай, оның мұғалімдері қандай, оның ауылдың шалғайдығы қандай деген сияқты министр барған мектептердің өзінде жаңағыдай көрсеткіштердің жақсарып келе жатқандығын көрсетеді. Сонан кейін біз енді жалпы басқа облыстармен салыстырғанда жалпы республика бойынша біз ортадан жоғары көрсеткіштерді көрсетіп келе жатырмыз. Пиза бойынша бізде мысалы математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы, жаратылыстану ғылыми сауаттылық осы мәселелерде біз жоғары көрсеткіште. Сонымен бірге атап өткендей, біздің жаңа білім көрсеткіштеріміз мына дарынды балалар, содан кейін олимпиада жүлдегерлері, әсіресе мына колледждағы мысалы қазір World Skills дейміз, сол үлкен жаңағыдай жарыста біздің колледждеріміз неше жыл бойы, мына 3 жыл бойы қатарынан жаңа республиканың жүлдесін бермей келе жатыр. Бұл да үлкен көрсеткіш деп айтуға болады. Біздің материалдық техникалық базамыздың басқа облыстарға қарағанда төмендігіне қарамастан біздің жаңағыдай білім деңгейіміз төмен емес, оған мақтануға болады. Өйткені кезінде педагогикалық институтты бітірген Семейдің мұғалімдері ешқандай конкурссыз, мысалы Астана болып жатқан кезде Астанаға ешқандай конкурс салынып мақтанатынбыз. Біздің қазіргі мысалы педагогикалық колледждің оқушыларының бітіріп шыққан студенттерінің жаңағыдай түлектерінің барлық жұмысқа бірден қабылданады, Қазақстан бойынша қабылдану, бұлардың барлығын біз мақтанышпен айтуымыз керек. Сол үрдіс, сол қалып, біз қанша жыл, 25 жыл мысалы облыс орталығынан айырылып, өзіміздің жеке облысымыз болмады, материалдық техникалық базамыз жаңағыдай нашарлады. Бірақ дегенмен де білім сапасы соған қарамастан өзінің төмендігін көрсеткен жоқ. Бұл жерде біз енді қорқынышпен айта аламыз. Сол 25 жылда қандай біздің жақсы кадрларымыз Алматы мен Астанаға кетіп қалды, басқа облыстарға кетіп қалды, Өскеменге қарай ауысты. Бірақ дегенмен де ол үлкен әрине әсер етті, бірақ әсер болғанмен бүгінгі күнде біз сол олқылықты толтыруда үлкен жұмыстар жүргізіп жатырмыз деп айтуға болады. Жалпы Семей өңірінің, Абай облысының қалыптасқан өзіндік мектебі бар. Өзінің мектебі бар, өзінің дәстүрі бар. Бұны біз кез келген жерде паш етіп көрсете аламыз. Ана жолғының өзінде мысалы министрліктен келсін, комиссия келсін, кез келген жол шетіндегі ауылдық мектептерге барған кезде олардың өзіндік жаңағыдай дәстүрі бар екендігін, олардың өзіндік мысалы белгілі бір сала бойынша мысалы математикалық мектеп, бір жерде мысалы физиктер мықты, бір жерде әдебиетшілер, бір жерде журналистер, жақсы қалыптасқан дәстүр бар мектептер сақталған. Енді қазір осы оқушылардың арасында ақылы олимпиадалар көбейді. Бұл жаңағы біз айтып отырған рейтингтерге әсері бар ма, әлде ата-аналар мен сол оқушылардың жеке эгосын қанағаттандыру үшін ойлап табылған нәрсе ме? Ақылы олимпиадалар деген ол енді кез келген кез келген мына қызығушылық тудыратын нәрселердің барлығында да ол жерде мысалы қаржы жүреді, ақша жүреді. Мысалы біз айтамыз ғой, белгілі бір медальға, белгілі бір төсбелгіге қызығушылық артқан кезде әртүрлі мысалы Ахмет Байтұрсынов атындағы, басқа үлкен ұлт ұстаздарының атындағы медальдар мен жеке меншік орден сымақтарды алып сату үрдісі қаптап кетті. Оған да мысалы тосқауыл қойылып жатыр. Жаңағыдай осындай олимпиадалар өткізіледі, бірақ олардың барлығы да белгілі бір жаңа мемлекеттің тарапынан, білім басқармасының тарапынан, немесе министрліктің тарапынан ол сүзгіден өту керек. Ол жерде комиссия болу керек. Сонда ғана ол тіркеуде болу керек. Сол тіркеуде болса ғана ол олимпиадалардың мысалы жетістіктері, олардың көрсеткіштері ертең есепке кіреді. Ал енді есепке кірмейтін әртүрлі мысалы қағаздарды жинап алып, олардың барлығын портфолиоға тоқып, одан кейін ол мұғалімдердің жаңа біліктілігін арттырамыз деген
ондай да бір кезеңдер болды. Ондай дүниелерді жинау болды. Олардың барлығына қазір тосқауыл қойылып жатыр. Білім саласы дегеннен шығады. Мемлекет басшысы биыл тамыз конференциясында ауыл баласы мен қала баласының білім алу мүмкіндігі бірдей болуы қажет екенін атап өтті. Абай облысындағы біздің қалалар мен ауылдардағы білім деңгейі қандай? Өте орынды сұрақ. Бұл енді барлығын мазалайтын сұрақ қой. Бұл жерде ауыл мектебі мен қала мектебі деген кезде бұл жерде ауыл тақырыбы, ауыл проблемасы көтеріледі. Ауыл проблемасы, яғни жаңағыдай азайып бара жатқан ауылдар, жоғалып бара жатқан ауылдар, солардың барлығын қалай біз тосқауыл қоямыз деген кезде бұл енді әлемдік тенденция, әлемдік жаңағыдай урбанизация дейміз ғой, қалаға шоғырлану саясаты дейміз бе, қалаға шоғырлану процесін біз өте жаңағыдай қаншалықты сауатты жүргізе алсақ, соншалықты ол тиімді болады. Ұрпақ дайындауда, ол білім саласы болсын, басқа сала болсын. Ең әуелі біз бұл мәселені осы қазір облыс басшысы Берік Уәлиұлы осы мәселеге байланысты проблемаларды бізге төтесіне қойып айтты. Біз қазір комплексті түрде қарауымыз керек. Бізде қай ауылдар болашағы жоқ ауылдар. Енді ол жоғалып бара жатыр. Өйткені ол енді жол бар, су құбыры бар, басқа бар. Енді кеңестік кезеңде қолдан жасалған ауылдар болды. Оның енді бір жағынан қарағанда мысалы қыстың күні жолға өмір сүруге қолайсыз ауылдар. Міне сондай ауылдардың көбі мысалы жоғалып бітті. Қазір жоғалу алдында тұрған ауылдар бар. Солардың мектептері бар деген сияқты. Біз қазір мынандай бір үрдіс барда, мектеп жоғалса, яғни мектеппен біз ауылды сақтап отырмыз деген. Енді біз сол жерде мысалы кейбір бастауыш мектептер бар, 5 баласы бар, 8 баласы бар. Сол 8 баланың тағдырына ауылды байлап қоюға болмайды. Өйткені ол мектептің басқа жаңағыдай стандарттарға сай келмейтін жағы бар ғой, онда мұғалім жоқ. Ол жерде мысалы интернеттің мәселесі, кадр тапшылығы, тағы да басқа, ол енді экономикалық жағын, енді баладан ешкім ақшаны аямайды ғой. Бірақ дегенмен де осындай 5 баланы оқыту үшін миллиондаған қаржыдан басқа ол жерде білім сапасы деген мәселе бар. Сондықтан да бізде қазір мысалы 100-ден артық мектеп болатын болса, соның жартысы шағын жинақталған мектеп. Яғни шағын жинақталған мектептердің барлығын біз қарауымыз керек. Біз бір күннің ішінде, бір уақытта шағын жинақталған мектептердің барлығын жауып тастау деген нәрсе емес. Бірақ олардың барлығын оңтайландыруымыз керек. Қалай болады? Өйткені ертең мектеп жабылса, ол ауылда жабылады деген сөз. Демек біз қарауымыз керек. Екінші мәселе бар. Енді білім сапасы деген кезде екінші бір материалдық жағдай бар. Мысалы қазіргі күнде бізде 92 тасымалдау пункттері жұмыс жасайды. 92 автобус таңертең шығады, балаларды алып, кешке қайтады. Сонда ойлаңыз, қысы жазы жаңағыдай жыл 12 ай 92 автобустың аман есен келуін біз тілеп отырмыз. Бұл да үлкен жаңағыдай цифра, бұл да үлкен қорқыныш. Өйткені ол автобустардың жаңағыдай ақауы бар, оларға табылатын жаңағыдай басқасы бар деген сияқты. Міне біз ең бірінші балалардың қамтамасыз етуіміз керек. Олардың неме дейді ғой, қауіпсіздігін қамтамасыз етіп алуымыз керек те, сонан кейін бар білім сапасына. Сондықтан да қазіргі күнде мына Қазақстан халқына деген қор арқылы шағын жинақталған мектептерге көптеген қаржыға мысалы кішігірім жаңағыдай лабораториялар ашып беріп жатыр. Ауыл балаларының жаңағыдай білімін көтеру үшін. Біз мысалы мен осы аудандардың барлығын аралап, ауылды ең шеткі ауылдардың барлығына барып жүрміз. Ол жерде де білім жаман емес. Жақсы беріліп жатыр. Ол ең бірінші мектептің басшысына байланысты. Содан кейін сол мектептің мұғалімдеріне байланысты, сол дәстүрге байланысты. Біз кеше ғана осы өңір басшысы Берік Уәлиұлы ең алыс аудандар деген Жаңасемей ауданының Қайнар ауылына, Доғаланға бірге бардық. Сол жерде өзіңізді көзіңізбен көрдіңіз. Сол жердегі мектептердің мысалы қалыптасуы. Кейбір мектептер мысалы жабылудың аз-ақ алдында тұр. Мысалы анау ең шеткі Доғалаң мысалы оның ауылы да, мектебі де жаңағыдай өзін қалпын сақтап келе жатыр. Жол бойындағы мысалы Саржалы ауылы. Қандай көркейіп, қымыздың арқасында, ауызбіршіліктің арқасында ең таза ауыл ретінде басқасы. Ауылы қандай, мектебі де сондай, азаматы да сондай.
міне осындай ауылдардан мықты балалар шығып қазіргі күнде мына Айғанат мектебіне барып жатқандар бар. Жарма ауданында Шүпек ауылындағы мектепке мысалы министр соғып, сол жерде жаңағыдай таңдайын қаққандай болды. Ол ауыл балаларының жетістіктеріне, сол ауыл балаларының ішіне мысалы сол мектептің өзінен 3 бала қазір Айғанат мектебінде жаңағыдай Көкшетаудағы сол мектепке жолдама алып сонда оқып жатыр. Сол себепті де қазір айырмашылық көрмес дейсіз қала ғой. мен ауыл арасындағы айырмашылық кезінде 90-шы жылдар шынында да ажырап қалды. Біз өзіміз ауылдың мектебін бітірген балалар болдық қой. Ауыл мектебін бітіріп келіп, қаланың балаларынан біз ешқандай кем емес жаңағыдай алып кеттік. Немесе олардан мысалы тіл жағынан, әдебиет жағынан, көркем шығарма оқу жағынан, сөз саптау жағынан, басқа жағынан біз қала балаларының алдында мысалы қара салдырғамыз жоқ деп айтуға болады. Мақтан аламыз. Міне сол үрдісте кішкене біз ауыл тозыңқырап кеткен кезде 90-шы жылдар мен 2000-ші жылдардың 10-шы жылға дейін солай болды да, қазір енді ауылға қайтадан жаңағыдай екпін түсіріліп жатыр. Біз осы жолда ары қарай жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. Яғни қала мен ауыл мектептерінің арасында айырмашылық аса көп емес біздің облыста. Жалпы министрліктің жиындарында отырасыздар, осындай көрсеткіштер бар ма? Мысалы, мына облыстың ауыл мен қаланың арасындағы білім деңгейі араға осындай алшақтап кетті. Әлде нақты көрсеткіштер жоқ па, жалпылама? Жоқ, көрсеткіштер бар. Ондай көрсеткіштерді жасап отыр. Министрлік ол бойынша нақты тапсырмалар да береді. Мысалы, мына облыстың білім сапасы төмен, мына облыстың білім сапасы жоғары, қай пәндер бойынша төмен, немесе мына айтамыз ғой, ұлттық бірыңғай тестілеуден қай облыстар мысалы жоғары алды, қаншама бала мысалы университетке мысалы грантқа түсті, грант қай жерде көп, қай жерде аз деген дүниелердің барлығын береді. Енді бұл жерде біз атын атап түсіністемейміз, өйткені басқа облыстардың мысалы менікі керемет, басқалардың барлығы жаман деп айтуға болмайды. Ол түсінікті. Жалпы біздің Абай облысының деңгейі. Абай облысының деңгейі мысалы ортадан жоғары деп айтуға болады. Ортадан жоғары деп айтуға болады. Жаңағы мектептерді айтып отырмыз, шағын жинақ, орта мектептер. Осы облыстың 75 мектебіне 131 кабинет сатып алынған жайлы ақпарат бар. Жалпы осы кабинеттердің оқу сапасына қосатын үлесі бар ма нақты? Иә, бұл кабинеттердің барлығы сатып алынғанмен қоймай, біз осылардың барлығына қазір талдау жүргізіп жатырмыз. Бұл кабинеттерді пайдаланудың өзінде де біздің ұстаздарымыз белгілі бір біліктілігін көтереді. Өрлеу болсын, басқа болсын. Сонан кейін осыларды пайдалануда әсіресе мысалы қазіргі күнде мына келешек мектептері салынып жатыр, ауылдың өзінде салынып жатыр. Ауылдарға сондай арнайы химия, физика кабинеттері барып жатыр. Әсіресе біз барып көрген кезде немесе телевидение барған кезде сол жердегі балалардың сол кабинеттерде үлкен жаңа эксперименттер жасап жатқан көреміз. Сонымен бірге қазіргі мектептерді қарап отырсаңыздар, олардағы мына спорт залдар мысалы біз ауылда оқыған кезде спорт зал тұрмақ біздің қолымызда бір ғана доп болатын. Қазіргі күнде осы жағдайлардың бәрі жасалған. 90 жылдардың балаларында допта болған жоқ. Иә, допта болған жоқ. Сондықтан да біз мына үкімет тарапынан бөлініп жатқан дүние, бөлініп жатқан қаржы, ол өте көп қаржы бөлініп жатыр. Соған сай біздің өзімізден де сонан кейін білімнің сапасын сұрайды. Неге мысалы қоғам кейде бізге ренжісті болады, біздің балаларымыздың арасында мысалы буллинг болып жататын болса, біздің балалардың арасында бұзақылық болып жататын болса, біздің балалардың арасында жаңағыдай сабаққа келмейтін немесе колледжда оқып жүріп олардың бәрі шығып кететін, төбелеске тағы да басқасына барып жатқанда, барлық жағдайларды жасап жатқанда неге осындайға жетіп жатырсың деп кейбірде талап қойып жататын да сондықтан. Сол себепті де бізде ұстаздардан талап қоямыз да, қазіргі мына адал азамат деген үлкен концепция қазір жұмыс жасап жатыр. Сол бойынша біз тал бесіктен тәрбие беруіміз керек деп ойлаймын. Әйтпесе мысалы қаншама бөлініп жатқан материалдық дүниелер, сонымен бірге мен айтар едім, қазіргі күнде көп адамға мысалы белгісіз болып көрінеді тамақтандыру, тегін тамақтандыру. Тегін тамақтандыруға мысалы біздің облысымыз бойынша бір жылға 7 миллиардқа дейін қаржы жұмсалады. Ол жылдан жылға тамақтың жағынан емес бағасы өсіп келе жатыр. Оның ішіне жаңағыдай көкөністерді қосып жатыр. Оның ішіне жаңағыдай алмасы бар, басқасы бар, солардың барлығын қосып жатыр. Сонда балаларға көріңіз, бірінші
сыныптан 4-ші сыныпқа дейін барлық бала тегін тамақтанады. Ондай қай кезеңде болды? Біздің кезімізде нанға май жағып беріп, үстіне қант себетінде екінші нанды жабыстырып, қолымызға ұстатып, жаңа сөмкеміздің бір бұрышында болатын. Сол нанға майымызды жейтінбіз. Одан кейін анау неменеде үлкен бачокта жаңа су ағып тұрады. Содан бәріміз бір стақаннан бір кружкадан су ішетінбіз. Содан ешкімге ештеңе жоқ кетпейтін. Сөйтіп өмір сүрдік. Сол кезде ешкім тамақ сұраған жоқ. Ешкім жаңа көкөніс керек маған бірінші, екінші, үшінші бер деп айтқан жоқ. Бірінші класстан 4-ші классқа дейін. Сонымен қатар көп балалы аналарға жағдай жоқтардың ары қарай 4-ші класстан 11-ші классқа дейін ерекше тізім бар. Сол бойынша оларда тамақтанып отыр. Ойлаңыз енді, кішкентай ауылдардың өзіне дейін, мысалы, кейтеринг деп аталады, мысалы, тасымалдау, тамақты тасымалдау. Мысалы, осы жерден Семейде, мысалы, 70 шақырым жердегі Шаған мектебіне, мысалы, күнделікті тамақты тасымалдап апарады. Ол қаншама қаржы, қаншама шығын. Міне осы дүниелерді біз мына көп балалы аналарды, жаңағыдай жағдай жоқ семьясында жағдай жоқ адамдардың барлығына үкіметтің қарайласып отырғандығын жеткізуіміз керек елге. Біз де осыларды айтып отыруымыз керек. Міне сендерге тегін тамақ беріліп жатыр, тегін дүние беріліп жатыр. Мынандай дүниелер, мектепке дайындық деген кезде тегін жаңағыдай кітап, қағаз беріп жатады. Міне бұлардың барлығы да үкіметтің, мемлекеттің қарапайым халқына деген қамқорлығы. Осыған қатты көңіл бөлініп жатыр. Сол себепте әрине 25 жыл жағдай қиын кезде материалдық жағынан жаңағыдай тұралап қалды, қаржы бөлінбей қалды. Семейдің көп мектептеріне жөндеу жұмыстары керек. Оны ылғи да жалықпай барлық мінберлерде, ең үлкен мінберлерде біздің облыстың басшысы Берік Уәлиұлы ылғи да айтып жүр, жасырмай айтып жүр. Ауруын жасырған өледі дейміз ғой. Сондықтан да олардың барлығы да ақырын жөнделеді. Кетіп қалған есемізді бір күннің ішінде қайтара алмайтын шығармыз, бір күннің ішінде қаржы бөлінбейтін шығар. Ан жерден де, мын жерден де сұрап қазір мектеп салу, тағы да басқа мәселелердің барлығына қатты көңіл бөлініп жатыр. Соған біз қолғабыс қып, ары қарай жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. Облыс әкімі алғаш келгенде, осы аудандарды аралап жүргенде апатты мектептерді 3 мектепті атады. Қазіргі жағдай қалай? Апатты мектептер енді бізде 3 мектепте, ол анау Екпін ауылындағы мектеп. Ол Екпін ауылындағы мектепті мен өзім көзіммен барып көрдім. Соның қасында қазір бір құрылыс компаниясы сол жерге мектеп салғалы жатыр. Сол мектептің жаңағыдай шұңқыры қазылып, жаңағыдай айтады ғой, қадасы қағылып қойды. Ол да келесі жылы салынып болады деп үміттеніп отырмыз. Оған қоса сол Ақсуаттың өзінде жаңағыдай салынғалы жатыр. Ол да жаңағыдай өз қаржысына салып болғаннан кейін мемлекет оны сатып алады. Мемлекет алады, оған келісілген дүние бар. Екіншісі мәселе, ол мына Суқбұлақта Новотаубинка деген жерде, ол да өмір бақи кішкентай ғана бір почта ғимаратында отырған мектеп болған. Сол жердегі сол мектепті оқыған азамат, осы жердегі белгілі кәсіпкер, ол кісі жаңағыдай облыс әкімінің өзінің қолдауымен облыс әкімі сол кісіні шақырып сөйлесіп, міне мына жерге осы мектеп салсаң деп сол мектебін салып, қазір ғимаратты көтерді. Оны өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желіден де көрген шығарсыздар, министрдің өзі де барып көрді. Сол кішкентай ұядай ғана мектептің қасына жаңағы 100 орындық үлкен мектеп салып жатыр. Енді сол мектеп келесі жылы аяқталып, қыркүйекте аманшылық болса беріледі деп отырмыз. Үшіншісі, ол мына біздің Цементшілер кентіндегі, жаңа Семейдегі 11-ші мектептің қасында. Ол мәселеде жаңағыдай құжаттары дайындалып, биылғы жылға жоспарға кірді. Келесі жылы біз сол құжаттармен жаңағыдай салу мәселесіне қаржы дайындап жатырмыз. Ол мәселені де шешеміз осы үшіншісін. Енді қазір халық үніне құлақ асатын мемлекет дейміз. Осы білім саласында ең көп шағым қандай нақты секторларда болып жатыр? Енді шағым болғаннан кейін бұл жерде мұғалімдер тарапынан, ұстаздар тарапынан көп бола қоймайды. Шағым мәселесі бізде көбінесе мына ата-аналар менен. Бұл жерде енді мына үштікті дұрыс ұстау керек деп ойлаймын да, мына оқушы, ата-ана, жаңа ұстаз арасында. Мына ата-аналар комитетін күшейту керек. Ата-аналар комитеті мына біздің ұстаздарға қарсы жұмыс емес, ұстаздармен бірігіп жұмыс істеу керек. Ұстаздармен бірігіп жұмыс істегенде біз баланы дұрыс тәрбиелейміз. Енді мен бұрынғы кеңестік кезеңдегі тәрбиені
айтпаймын, бірақ сол тәрбиенің кейбір элементтері кейде шіркін ай неге солай болмасқа деген сияқты ой түседі. Әрине оны баланы қазір ұру тұрмақ, оған жаңа қатты сөз айтуға болмайтын біз заманға келдік. Енді сондай заман ғой. Ал кезінде біз енді менің өзім әкем өмірбақи мектептің директоры болды 45 жыл. Шешем мұғалім болды, әдебиетші. Алақандай ғана мектеп болды. Сол алақандай мектепте бүкіл мектеп қана емес, бүкіл ауылда жаңа ұстаздардың беделін өздеріңіз білесіздер ғой, қалай болады. Мектептің мұғалімі келе жатқанда біз қабырғаға жабысып қалатынбыз. Мектепте мысалы тентектік жасағанда бізді қағып жіберетін. Сол кезде олардың әке шешесі келмек түгіл, әке шешесін шақырып алып, әке шешесіміз қоса ұратын. Қазіргі күнде ана жолда әлеуметтік желіде айтып жатырмыз, балалардың жаңағыдай неменесі деп, балалардың психологиясы бұзылған, балалардың психологиясы, балалар жаңағыдай қиын деп. Біз өзіміз осылардың барлығын өбектеп, сондайға жеткізіп алған жоқпыз ба? Заман сондай болып кетті ме? Өйткені қазір мынау өзіміз қорқатынына суицид деген мәселеден де қатты қорқамыз. Біз соның себебімен емес, салдарымен алысып жатқан жоқпыз ба? Міне осы мәселеде біз қазір көбірек дөңгелек үстелдер өткіземіз, психологтармен, басқасымен. Балалардың бәрі жаңағыдай жаны жаралы болып кетті. Қайғыға, мұңға беріліп деген сияқты. Оның барлығы да мына біздің қазіргі енді мына әлеуметтік желі. Енді депутаттар тарапынан да бұл мәселе көтеріліп жатыр ғой. Бұл әлеуметтік желіні тыймаса болмайды дегендей. Біз әлеуметтік желінің пайдаланудың мәдениетін қалыптастыра алмай жатырмыз. Енді қаншама дүние бүкіл әлемнен бүйтіп лақ етіп кірді де, оның ешқандай жағында фильтр жоқ. Бала да пайдаланып жатыр, үлкен де пайдаланып жатыр, кіші де пайдаланып жатыр. Осы әлеуметтік желі бұзып болды. Енді осыған бір шектеу қою, мысалы балаларды тоқтату деген сияқты бұл мәселелерді солай тоқтатпасақ, өйткені Қытайда мысалы бір ғана желі бар, өздерінің ішкі желісі болды. Одан басқа мына Фейсбугыңызға, Инстаграмға, тағы да басқасына кіре алмайсыз. Ештеңені білмейсіз. Бұрында енді үлкен қайғылы оқиғалар кеңестік кезеңде де болып тұрған. Кеңестік кезеңде де мысалы сарбаздардың өлімі болып тұрған. Бірақ оны бүкіл ел біліп отырмаған. Белгілі бір жерде ғана білген, тағы да басқа. Мүмкін осындай бір жаманат хабарларды біз айғайлатып таратпау керек пе? Ол енді әр адамның ішкі мәдениеті, ішкі мәдениет, осы соның барлығы да мына әлеуметтік желі кетеді. Сол себепті де мына бізде қазір ата-аналар менен мектеп арасындағы диалогты түзесек, мүмкін сонда мына шағымдар азаяды ма деп ойлаймын. Екінші мәселе, енді біз ең үлкен дүние мына қыркүйек айында болатын, ол оқытушылардың жаңағыдай сағат бөліну. Сол сағат бөлуге байланысты біз мысалы қазір директорлармен ауылдарда жүргенде де, басқасында да, барлығында да ашық әңгіме жүргізіп жатырмыз. Сағат бөлу ашық болу керек. Барлық төрт көз түгел отырып, міне сізге осыншама сағат беріледі, сізге одан аз беріледі. Себебі сіз былтырғы жылғы жұмысыңызда мынаны істеген жоқсыз. Мына кісі мынандай жетістікке жетті. Сол себепті де екеуіңіздің пәніңіз бір. Сіз мысалы математиксіз, 1,5 ставка аласыз, сіз жарты ставка аласыз деп осыларға ашық түрде айтса, жаңағыдай айғай болмайды деп ойлаймын. Міне осындай енді көп әртүрлі қазір мына ата-аналар тарапынан, қазір мына шыршаға байланысты, мысалы президент шыршасына қатысу, балаларын қатыстыру, мысалы көп баланы, ол да үлкен жаңағы қаржы ғой. Ол да қаржы, мемлекет тарапынан бөлініп жатқан дүние. Оны апарып қатыстыру, президенттің шыршасына қатысу, әкімнің шыршасына қатысу, осылардың барлығын, қалалық әкімнің шыршасына қатысу, осылардың барлығын бөлеміз. Бірақ көп балалы аналар балаларын жылда қатыстырғысы келеді. Бізде ондай жоқ, арнайы комиссия құрылған, өйткені біреудің баласы жылда қатысып, біреудің баласы мүлде қатыспай қалады. Сондықтан да онда да жаңағыдай қарастырып, әділдік үшін сондай нәрселер болады, бірақ кейбірде оны түсінбей жататындар болады. Менің балам, мысалы үлкен балам қатысты, енді екінші балам неге қатыспайды деген сияқты, бір үйден біреу ғана қатысады деген. Бәріне де жететіндей қылуымыз керек. Оны арнайы ашық түрде комиссия қарап жатыр. Осыған байланысты ата-аналар тарапынан қазір жаңа жылдың алдында осы мәселелерде қызу талқыға түсіп жатады. Енді жаңа айтып қалдыңыз ғой, мектеп кезінде таяқ жеп өскенбіз деп. Мектеп кезінде таяқ жеп өскен бала бауыржан облысқа бас ұстаз болған кезде ата-аналардан сөз естіп отыр. Сізге қиын емес пе? Енді әрине қиын, әртүрлі болады. Енді ол мәдениетке байланысты ғой.
енді бұл жерде сіз мемлекеттік қызметкер болғаннан кейін барлық жаңағыдай этиканы сақтау керек. Бастан сөз жасырып айтып жатады. Енді ата-ананың да әртүрлісі болады. Ашынып келетін ата-ана болады. Кейбір өзіне жауап таба алмай жататын ата-ана болады. Кейде мезі қылатын ата-аналар болады. Бәрі бірақ бірдей емес. Кейбіреу шын мысалы жанашыр, мұқтаж, жанашыр іздеп келеді де дауысы жетпейді. Маған дейінгі адамдарға жетпейді. Мектептің басшысы, бөлім басшысы, менің жаңағыдай орынбасарларым ол мәселені шешпеген немқұрайлы қарап, маған дейін жетеді. Сол кезде олардың барлығын шақырып, әлгі ата-ананы түсіндіріп, ол кісінің мәселесін шешіп беруге тура келеді. Бірақ мен айтамын сол кезде мектептің басшысына, басқасына, онда сіз мына ата-ананың алдында беделіңіз түсіп қалды ғой. Немесе мына ұстаздың алдында беделіңіз түсіп қалды. Сіз өзіңіздің деңгейіңізде шешсеңіз, көп басшылардың үлкен проблемасы қазіргі күнде өзіне жаңағыдай жауапкершілік алу. Өзіне жауапкершілікті алып, өзі шешіп, ол мәселені өзі қабылдау. Міне осы жауапкершіліктен жалтару деген көп басшыларда, сондықтан да халық кейбірде халықты біз ашындырып алып жатамыз. Мойнына алу керек те, сол мәселені шешу керек. Дұрысын дұрыс, бұрысын бұрыс деп. Боғып қалады да, содан кейін ары қарай ол ата-ана ары қарай жүре береді. Немесе жаңағыдай арыз айтқан адам жаңағыдай облыс әкіміне барам дейді, облыс әкімінен асып жаңағыдай президентке хат жазам деген нәрселердің барлығы өз деңгейінде шешілмей жатқандықтан туындап жатады. Біз оны өз деңгейімізде шешіп, сауатты түрде шешіп, оның қате екендігін сауатты түрде дәлелдеп, ол ары қарай бара алмайтындай қылу керек. Ал дұрыс болатын болса, мойындап, көтеріп, кешірім сұрап, сол мәселесін шешіп беру керек болды. Сонда бүкіл жаңағыдай қандай да бір адамдар президентке жаңағыдай шағым айтып жатпайды. Қазір енді қаншама арыз қой адамдардың үстінен де іс қозғалып, олардың жаңағы дұрыс еместігі дәлелденіп жатқандар бар. Сонда мына ауырыс қойлар, әсіресе мына блогер дегендердің барлығына қазір тосқауыл қойылып жатыр. Жалған жала жабу дейсіз ғой. Жалған жала жабу. Бауыржан Амангелдіұлы, биыл мына облыс орталығындағы балабақшаларда ваучерлік жүйе енгізілген еді. Ол кезде сіз әлі тағайындалмаған кезіңіз, жазда біраз осы балабақшалардың, жеке балабақшалардың иелері арасында да біраз дау-дамай болған. Жалпы әр реформада жаңашылдық басталған кезде өзінің қиындығы болады ғой. Қазіргі кездегі осы ахуал қалай? Ваучерлік жүйе өз тиімділігін көрсетті ме? Жалпы ваучерлік жүйе дегеннен келгеннен кейін мен енді ең басшы болып келгеннен кейін қандай мәселеде резонанс болды деген дүниені зерттедік қой. Сол кезде осы ваучерлік жүйеге байланысты жекеменшік балабақша болсын, жалпы балабақшаларда бұл мәселе көтерілген. Бұл ең дұрыс жүйелердің бірі. Дұрыс қойылған нәрсе, өйткені әрбір ваучердің артында жаңағы баланың артында ақша бірге жүреді. Сіз бала мысалы бір балабақшаға бардыңыз ба, сол ақша сонымен бірге кетеді. Сол жерге барады. Ол бұрыннан да бар енді жүйе, ал енді мына балабақшаларға енді кіргізіліп жатыр. Біздің Семей Абай облысында мына 73 балабақшаға кіргізілді. Енді ары қарай қалғандарының барлығына ауылдағы, аудан орталықтарындағы олардың барлығына да мына ақпан айынан бастап кіргіземіз. Бұл не деген сөз? Егер де бала мына бір күн, екі күн балабақшаға бармай қалатын болса, сол күнгі оның ақшасы мемлекеттің қалтасында қалады. Сол күнгі оның жейтін тамағының ақшасы мемлекеттің қалтасында қалады. Үнемдейсіз. Иә, мына ваучерлікке кіргеннен кейін бізде мына кезектілік дегеннің өзі азайып қалды. Сөйтсек бізде кезектілік мысалы былай шамамен айтайық 5000 балаға кезек тұрса Семей қаласында. Енді соның ол 2 есе азайып қалды. 2,5 мың. Неге дейсіз ғой? Ваучер мысалы кезектілікке тұрасыз, одан кейін ол балабақша, ол кезегіңіз келген кезде сіз балабақшаға балаңызды бермейсіз. Ол қайдан астыға түсіп кетеді. Өйткені сонда бір рет кезектілікке тұрған адам, ол демек ата-ана бұл балабақшаны аса қажетсініп тұрған жоқ. Ол үйінде қарап отыр ма, әлде атасы мен апасын, әжесін апарып тастады ма, туысқандарын кімде ме, әйтеуір ол бала аса қажетсініп тұрған жоқ. Сонда бізде қазір 5000 десек те, 2,5 десек те орын тапшылығы бар дегенмен, қазір шыңғырып тұрған, баласын орналастыра алмай шыңғырып тұрған жаңағыдай кезектілік азайып бара жатыр. Көрдіңіз бе, сол ваучер соны анықтап жатыр. Барлығын анықтап, айтады ғой, ашық күйде көрсетіп жатыр. Сонда қаншама ақша
үнемделіп жатыр. Қаншама бала бармай қалады. Бізде енді көп нәрсе былай ғой, бала барды не бармады не олардың барлығына ақша бөлінеді, оның тамағына бөлінеді, басқасына бөлінеді деген сияқты. Әсіресе мына мемлекеттік балабақшаларда олардың барлығына жүріп жатады. Мысалы бала ол жерде 20 бала болатын болса, 15-ақ бала қатысып жүреді, 5 бала болмай қалуы мүмкін деген сияқты. Ал ваучер ол жердің бәрін ашық күйде көрсетіп отыр. Енді бұл ақырын келе жатыр. Енді мектептің мысалы асханаларында да дәл сондай жүйе. Асханаға мысалы бала кірген кезде онда түрін көрсетіп, әр күн сайын қанша бала тамақтанды, қанша бала тамақтанған жоқ. Тамақтанбаған ақша ол мемлекеттің қалтасында қалады. Ол ана жаққа қарай кетіп қалмайды. Ол әрине жаңағы ана жақтағы сол ұтып алған жаңағы кәсіпкерлерге кішкене тиімсіздеу, бірақ дегенмен де нақты өз ақшасы өзіне жұмсалып отыр. Сонда қаншама қаражат қазіргі күнде үнемделіп жатыр деп айтуға болады. Көп жерде біз қаражат үнемдеу мәселесін қарастыратын болсақ, көп нәрсені алып қалуға болады. Бірді айтып екіншісіне кетті демеңіз. Мысалы бізде 80-нен артық мекеме, мектеп бар, балабақша бар, бір орталықтар бар. Осылардың барлығы мына электр энергиясымен жылытылады екен. Электр энергиясымен. Ойлаңызшы, сіз мысалы қыстың күні әсіресе мына Семейде жылу берілерге дейін, мысалы мына қазан айының басында, қазан айының 15-інде мысалы жылу берілетін болса, 1-нен бастап 15-не дейін үйдің бәрі азынап кетеді. Сол кезде біз жаңа пештерді қосамыз. Сол кезде сіздің счетчигіңіз айланады. Сол кезде мыңдаған ақша келеді, шықылдап кетесіз. Ал енді ойлаңыз, ана 83 мекеме үлкен 2 этажды дүниелер, олардың бәрі теплофонмен жылытып жатыр. Біз кеше ғана Абыралы ауылында болдық. Онда да баланың саны азайып бара жатыр күннен күнге. Абыралы ауылында мысалы 30-ға жетер-жетпес бала қалған, ал ол мектеп 300 орындық мектеп. 30 бала отыр. 300 орындық мектепті теплофонмен жылытып отыр. Оған айына 2 миллион ақша кетеді. Енді есептеңіз соның барлығы. Мен ол баладан ақша аяп отырған жоқпын. Бірақ далаға біз ақшаны жібермеуіміз керек. Міне осы мәселелер күн тәртібінде тұрған ең бірінші мәселе деген басшының негізгі міндеті. Ең бірінші сен қандай мәселелерді шешу керек? Бірінші алға қоятын нәрселерің ол жаңағыдай далаға кетіп жатқан немесе негізсіз жұмсалып жатқан қаржы көздерін тоқтату. Біз соныменен жаңағыдай білім саласы, одан да мен ол ақшаны алып, басқа жерге кетіп жатқан ақшаны алып, төбесінен шатырынан су ағып жатқан немесе партасы немесе орындығы жыртық мектептерді бүтіндеуім керек деп ойлаймын. Бұл басшының негізгі жаңағыдай шаруашылық мәселесіндегі негізгі қадамдардың бірі болу керек. Жаңағы балабақшаларға кезек азайды дедіңіз ғой. Бірақ бар, иә, әлде екі жағы? Бар. Мысалы, мынандай жағдай кездесе ме, сіз білім басқармасының басшысы болып тағайындалғаннан кейін таныстарыңыз, туыстарыңыз жаңағы баламды балабақша орналастырып берші деген жағдайлар кездесті ме? Баламды балабақшаға орналастырып берші дегеннен гөрі бір мектептен екінші мектепке баланы ауыстыру мәселесі қазір көп айтылады. Мысалы, осындай мектептерге бізде 3-4 мектеп бар, мысалы. Орталықта тұрған немесе де. Сонда кезек көп. Ал соның қасында тұрған, ол да орталықта тұрған бір мектеп, мен аттарын айтпай қояйын. Онда кезек жоқ. Мектеп бірдей, қаржы бірдей бөлініп отыр. Мектептің директоры да, мұғалімдері де бірдей зарплата алады. Неге ана мектепке кезек көп, неге мына мектепке кезек аз? Зерттеп көрдіңіз бе? Иә, зерттегенде енді ол демек ананың білімі мықты болып тұр ғой. Оның білімі мықты, оның мұғалімдері мықты. Неге мына мектепте ондай жоқ? Не себепті бұл мектеп сондай болып қалды? Неге бұған екеуі де бір айтамыз ғой, орталықта тұрған мектептер. Мен басқасын айтпағанда. Міне осындай мәселелер енді көп, жұмысқа орналастыруға байланысты, басқасына байланысты. Жұмысқа орналастыруда қазір енді сізге резюмені әкеп беріп, мынаны орналастыр дегенге мектептің директорын шақырып, мынаны орналастыр деп айтылмас. Өйткені оның барлығы НОБД арқылы, олар жаңағыдай неменеден өту керек, оның белгілі бір жүйесі бар, одан кейін олар комиссиядан өтеді, тағы да басқа. Бұрынғы дүниелердің бар келмеске кеткен. Ол жүйе, ол бір жағынан дұрыс та. Сонда сізде бармақ басты көз қысты болмайды. Сіз де айтасыз, жоқ, енді қазір жаңағыдай неменеге тапсырсын, олар содан кейін қарап отырады НОБД арқылы қай жерде, қай мектептерде орын бос, соған барып түседі деген сияқты. Ал енді мықты балалар өтіп жатады. Біз бұл жерде үлкен бір мәселе бар, жаңағыдай
мектептің мұғалімдігіне, мектепке жұмысқа кіру үшін осыншама жаңағыдай ақша беріп кіреді екен деген сияқты осы үрдісті біз тоқтатуымыз керек. Қалайда біз енді осы мәселемен қазір қатты жаңағыдай айтады ғой, комплекс түрде айналыспаса болмайды. Ол тек қана жаңағыдай антикоррупциялық орталықтың немесе менің немесе басқаның емес, бұл жерде барлығы тіпті анау жас маманның өзінен басталу керек қой. Ол барды ма жаңағыдай, одан жаңағыдай осындай емексітіп сұрады ма, тағы да басқа ма, ол бірден жаңағыдай отпор беру керек. Ондай жастар да бар, өзін дәлелдеп жаңағыдай мойындатып жұмысына кіріп жатқан, олардың бәрін қолдаймыз. Енді ондай жаңағыдай ел болғаннан, жер болғаннан кейін ондай сұрақтар болып тұрады. Жалпы пандемиядан бері көптеген өңірде осы білім саласында жемқорлық жайлап, жаңағы мектептің директоры бар, білім бөлімдері, білім басқармалары бар, көбіне осындай қылмыстық істер қозғалды, алды сотталды деген сияқты. Бізде де сондай бір жаңа айтып қалдыңыз ғой, болып тұрады білім саласында жемқорлық бар деген сияқты. Қазір директорларды қалай тағайындайсыз? Қазір директорларды тағайындау енді бізге дейін де болып келе жатқан, мына қазір арнайы комиссия құрылады, директорлардың арнайы тест тапсыру керек. Сонымен олар арнайы комиссиядан өтеді. Сол комиссияға қазір мысалы бүкіл комиссияны, мен осы қызметке келген кезде облыс басшысы Берік Уәлиұлының маған қойған негізгі талаптарының бірі осы мектеп басшыларын тағайындау, колледж басшыларын тағайындау, жалпы басшылыққа тағайындалатын адамдардың барлығын дұрыс тағайындау, ешқандай мына жемқорлықсыз тағайындауға қатты күш салуды осыны тапсырған болады. Қазір біз комиссияны дұрыс тағайындау деген формуласы қандай? Енді дұрыс тағайындауда адал күйде өту керек. Бармақ басты көз қыстылық болмау керек. Бірден бізде жаңағыдай барлық комиссия мүшелерінің барлығы өзгертілді, ауыстырылды. Ол енді бұрынғы комиссияның барлығы жемқор немесе ондай емес, енді жаңа форматта. Сонан кейін бұлардың барлығында енді бұрыннан да келе жатқан үрдісті біз күшейте түстік. Ол жерде камера қойылады, барлығы қойылады, прозрачный, бәрі қарап отырады, сұрақтар қойылады деген сияқты. Сонан кейін екіншіден қазір бізде мысалы президенттік мына резервтегі директорлықты оқып келген 6 ай оқыды да, олар ешқандай конкурссыз өтеді. Сондай бізде 25 адам оқып келді. Бұрын орынбасар болған, директордың орынбасары болған. Сол 25 адамды қазір ауыл-ауылға, қалада сондай орындар ұсынып жатырмыз. Оларды отырғыз, міне сіздер 6 ай оқыдыңыздар, сіздерге қаржы бөлінді, енді сіздер баруларыңыз керек. Бірақ бұл жерде де бір нюанс бар. Олар мысалы ауылдық жерлерге барғысы келмейді. Олар қалада мектептің директоры болғысы келеді. Қалада енді ол 25 мектеп оларға дайын тұрған жоқ. Сондықтан да олар 2 жыл уақыты бар, 2 жылдан кейін әлгінің бәрі өліп қалады. Сол себепті бұлармен де жұмыс жүргізіп жатыр. Кеше ғана жас жігіттердің біреу Көкпектіге барды, қазір жұмыс жасап жатыр. Екіншісі міне Курчатов қаласында мектепке барып жатыр. Жастар барып жатыр, талпыныс бар. Бұны ары қарай да жылжытамыз. Сонан кейін бармақ басты көз қыстымен отырған мектеп директорлары дегеннің барлығына талап күшейтіліп жатыр. Талап күшейтіледі. Мектепке кіріп келген кезде өзі, мен айтып отырмын ғой, әкеміз мектептің директоры болды. Мектепке кіріп келгенде мектеп қандай, мектептің директоры сондай деп қабылдаймын. Тіпті ақшасы бөлінбей жатқан, тағы да басқа болған, мысалы ауылдың бір мектептеріне барсаң, іші деген тап-таза, тап-тұйнақтай, қыздың жиған жүгіндей қылып, керемет қылып жасап қойған. Мұғалімдері де барлығы киген киім, тұрған тұрысы, анау шалғай ауылдар. Кейбір мектептер бар, сүңгісіз шығып, анау шторлардың бәрі алқам-салқам, жаңағыдай резеткалар, проводтардың бәрі салақтап, даласының бәрі шашылып сөйтіп жатқан мектептің директорларының барлығына осы жолы ауыл-ауылды аралаған кезде оларға жаңағыдай сөгіс жариялап кеттік. Ол енді белгілі бір уақытта мен қайтадан барам. Егер олар жөнделмейтін болатын болса, ол мектептің директорларының бәрі ауыстырылады. Қазірдің өзінде де ол мәселе қарастырылып жатыр. Өйткені мынандай әңгімелер бар. Енді мына кісіге 2 жыл қалды пенсиясына, зейнеткерлікке отыра тұрсын. Енді 2 жыл ол мектептің ортасына түсіреді ғой енді. Олай қарамауымыз керек. Ол қызмет деген біздің әкемізден қалған дүние емес. Қызметке бүгін келеміз, ертең кетеміз. Осылардың барлығында бізге көп уақыт бермейді. Қазіргі уақытта сіз 10 жылдап, 20 жылдап ешқай қызметте отырмайсыз. 2 жыл, 3 жыл, ары кетсе 4 жыл отырасыз. 4 жылда сіз нәтиже көрсетуіңіз керек. Қазіргі заман талабы сол. Сондықтан да ана кісіге 2 жыл пенсияға дейін отыра тұрсын, мектеп солай қаусап қала берсін десеңіз, ол онда сіздің
зияндық жасап отыр жаңа балаларға, басқасына деп мен өзім солай деп ойлаймын. Мүмкін бір жағынан мені қатал деп айтар, мүмкін тасжүрек деп айтар, мүмкін біреу ұнатпас. Ну, қызмет, біздің қызметіміз сол. Біз солай талап етуіміз керек деймін. Дұрыс айтасыз. Бауыржан Амангелді осыдан бір жыл бұрын осы Семей қаласында жаңа жылға дайындық кезінде шырша құрып жатқан бір мұғалім биіктен құлап үлкен мемлекет деңгейінде резонанс тудырды. Тағы да сол мейрам жақындап келе жатыр. Мұғалімдерге шырша тіккізбейсіздер ме биыл? Жоқ, енді ол шырша тіккізбейміз, өйткені енді ол Қазақстан көлемінде сондай болды. Енді ол бұрыннан келе жатқан жалпы мұғалімдердің қоғамдық жұмысқа тартылу мәселесі ол бұрыннан келе жатты да, Аймағамбетов тарапынан жол не қойылғанмен бәрібір де әйтеуір енді кім бар дегенде енді шақырады ғой. Ол жерден сен осылай істейсің немесе деп зорлап әкеп байлап қойған жоқ. Енді таныс болғаннан кейін, бір-бірін білгеннен кейін, әріптес болғаннан кейін бір-бірін шақырады ғой. Осылай деп біреу-біреуге тапсырма береді. Әрине, ол басшылардың шалағайлығы сондай нәрселер болды. Оның барлығы қатаң бақылауда. Бұл мәселеге біз қарап отырмыз. Бірақ дегенмен де екінші жағы бар. Бұл жерде бізде өзі кейде бір алтын аралықты ұстай алмай қалатын кезіміз болады. Мұғалімдерге көше сыпыртпауымыз керек, мұғалімдерге ананы істетпеуіміз керек, мұғалімдерге мынаны істетпеуіміз керек дегенмен өзінің мектебінің айналасын тазаламайтын мұғалімдер пайда болды. Түк істемей қоятын. Енді бізде бір нәрсені істесек, жаңағыдай әрі құла десең бері құлап мүлде соған жатып алатынымыз болады да. Сондықтан да бұл жерде бір алтын аралықты ұстау керек те. Енді жасау керек. Кей жерде айтады, мұғалімдерді жаңағыдай неменеге шақырып жатыр, осындай концерттерге барыңдар деп жатамыз мысалы. Енді концертке неге бармасқа? Неге жаңағыдай театрға бармасқа? Оларды зорлап жатыр дейді. Зорлағандық емес, мен айтамын мысалы, театрдың ішінде менеджерлер болу керек. Сол театрдың спектаклін бізге айтады мысалы. Театрдың билет алыңыздар істеуі мүмкін. Мен айтамын, билет қандай, ол спектакль қандай, не туралы, немесе концерт қандай, кім келгелі жатыр. Соның барлығын түсіндіретін мұғалімдердің арасына педсоветте тағы да басқасында кіріп, соның бірін түсіндіріп, реклама жасайтын бір менеджерлер келіп түсіндірсе, ол мұғалім алады ғой. А бізде жүйе қалай? Билет беріп жібереді, ол анаған береді, анау анаған береді, ол завучқа келеді, завуч келеді, бәріне таратып береді, аналар айтады, уақытымыз жоқ дейді. Сонан кейін залдың жартысы бар, жартысы жоқ, бірақ билетті қорқаннан алады да далада қалады. Немесе әскерилерді қаптатып отырғызып қоямыз. Жап-жақсы бір спектакльде немесе жап-жақсы. Сондықтан да театр жағынан да менеджерлер жұмыс жасаса, ол жақсы болар еді деп ойлаймын. Сондай дүниелер өте көп. Содан кейін газет пен журналға жазылу мәселесі. Зорлап жазылтып жатыр деген сияқты әңгіме болады, оны да түсіндіріп айтуымыз керек. Неге қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі қазақ әдебиеті газетіне жазылмасқа? Неге жұлдыз журналын алмасқа? Өзі 12-ақ нөмір шығады жылына. Анау 52 газет нөмір шығады. Оны қиып шешеміз, мысалы әдебиетші болып, біз әлі соны қиып салып қоямыз. Қазір енді электронды сақтап, электронды папка жасап, керек мақалаларды салып отырамыз. Енді бір газетпен бір журналға жазылмасақ, неге жаңағыда мемлекеттік мекемелер егемен Қазақстанды алып отырмасқа? Ол енді мүлде жазылмай қою деген дұрыс емес. Газет оқымасқа, неге Семей таңын оқымасқа, неге басқа ана тілін алмасқа деген сияқты. Солардың барлығының электронный да бар, басқасы да бар. Соларға жазылып біз алуымыз керек деп ойлаймын, мүлде оқымай қою деген. Сондықтан да бұның екі жағы бар. Жаңағыдай біз енді бұл екі жағы бар деп сәл ғана барып көмектесіп келіңдер, биікке шықпаңдар, бірақ елка құруға көмектесіңдер деген сөз емес. Бірақ осыны байқап жасау керек деп ойлаймын. Әрқайсының өзінің міндеті бар ғой. Енді 2026 жылға жақындап қалды. Жалпы білім саласында қандай өзгерістер мен жаңашылдықтар болады? Білім саласындағы біздің ұстаздарымыз, оқушылар немен қуантасыздар? Енді білім саласында өзгерістер, жаңалықтар дегенде жалпы өзгеріс дегеннен кішкене білім саласы қорқақтап қалды ғой. Мына өзгерістер, мына бағдарламаларда өзгерістер болады, мына тест тапсыру, мұғалімдердің жаңа аттестациядан өтуінде де бізде министр ауысса реформа болады, сол үшін де сұрап отыр. Сондықтан да енді қазір бір бәлендей ешқандай неме жоқ. Мысалы, мынандай әңгімелер айтылып жатты. География, тарих, тағы да басқа пәндерді қосу туралы бір әңгімелер шығып, оның барлығына қазір біздің жаңа министріміз тосқауыл қойды. Олардың барлығын. Сондықтан да министр енді ұстаздықтан бастаған адам, Назарбаев зияткерлік мектебін басқарды, сонан кейін депутат
болған кезде осы саланы барынша жаңағыдай зерделеді, зерттеді. Сол себепті де бір жақсы жаңалықтар болатынына біз сенімдіміз. Жақсы жаңалықтар болатынына, әсіресе мына білім сапасына қатты көңіл бөлініп жатыр. Содан кейін мына біз айтамыз ғой, жасанды интеллект деген қазір кіргізіліп жатыр. Сол жасанды интеллектті қалай пайдаланамыз? Жалпы мына білім саласындағы мына методикалық жағынан, әсіресе мына жаңағы айтып отырған ауылдағы шағын жинақты мектептерге мына жасанды интеллект немесе мына интернет арқылы мына көп электронды платформаларды қалай пайдаланамыз? Ол жаққа математик жетпей жатады, ол жаққа ағылшын тілін мұғалім жетпей жатады. Анау алыстағы ауылға кешегі бір мұғалім ауырып қалатын болса, оған соның барлығына қазір мына интернет ресурс арқылы қалай біз бүкіл ресурстарды жеткізіп, қаланың баласымен бірдей олар жаңағыдай интерактивті тақтадан мұғалімдермен сұхбаттасып отырады. Міне осы жағына қатты көңіл бөлінеді деген сенімдеміз. Әрине үлкен енді жобалар алдымызда қойылатын шығар. Енді қағазбастылыққа байланысты айтылып жатыр. Қағазбастылық қаншалықты жоямыз дегенмен де енді өзіміз де соның ішінде отырмыз ғой. Жоғарыдан келеді қағаз, олардың барлығын аламыз деген сияқты. Солардың барлығы мына электронды ресурстар арқылы азайса, өйткені көп есептер, көп мысалы цифрлар, көп дүниелердің барлығы да мысалы орталықтандырылған, цифрландырылған документтердің ішінде тұр. Оның ішінен алып жатпайды, бізге хат жолдайды да бізден сұратады жоғары жақ мысалы. Біз қайтадан оны жасап беруге неметеміз. Ал бірақ барлығы жаңағыдай жүйелендіріп, сол жағы қосымша жасалса, өйткені біз енді Абай облысының білім басқармасы мына ситуациялық орталық қазір қолға алсақ деп жатыр. Мен енді университеттің басшысы болған кезде осы ситуациялық орталық көп көмектесті. Әсіресе қазір ситуациялық орталық бізде анау Мақаншыда не болып жатыр, Аягөзде не болып жатыр, Бородулихада не болып жатыр, солардың мектептерінің барлығын электронды түрде біз бақылап, бағалап отыратындай сол ситуациялық орталықты өзіміз жоба ретінде жасасақ, неге жасамасқа? Өйткені бізде IT колледж біз өзімізде тұр. Сондай бір жобалар жасайтын студенттер мен мұғалімдер сонда жүр. Ұстап ұсаққа жарамайды деген сияқты біз басқа жақтан жаңағыдай қаржыландырып сондай дүниелерді жасағанша мына турникеттен бастап, кіргеннен бастап шыққанға дейінгі адамдардың барлығын қарапайым ғана түгендеп отыратын нәрселердің барлығын неге біздің осы колледждеріміз жасап бермеске? Біз неге соларға қаржы төлемеске? Олар өйткені РГП-на ПХВ-ға көшіп жаңағыдай қаржыландырылатын, өздері ақша таба алатын қазір колледждерді сол мәселені қарастырып жатырмыз. Міне сонда біз өзімізге өзіміз жасай алатындай болуымыз керек. Бізде жаңағыдай құрылыс колледжі бар мысалы. Неге біз жаңағыдай ремонттарды өзіміздің басқа жерде мектептегі ремонттарды басқа біреулер жасайды, неге құрылыс колледжін жаңағы тартпаймыз деген сияқты. Өзімізде бар нәрсе, өзімізде кран да бар, өзімізде жаңағыдай автомех жұмыс жасап тұр, колледждарымыздың барлығы, неге біз соларды пайдаланбасқа? Бәсекелестік ортаға шығару керек. Ортаға шығару мәселесі қазір үлкен біздің алдымызда мына колледждермен үлкен жиын болады. Сол кезде колледждің директорларының осы жобаларын тыңдайтын боламыз. Жай ғана сабақ беріп, таңертең келіп, кешке қайтып жүру ол қазіргі заманға сай емес. Ондай колледж ертең жабылып қалады. Ол жаңағыдай бәсеке қабілетті болмай қалады. Жақсы. Бауыржан Амангелдіұлы, ауқымды әңгімеңізге, құнды пікіріңізге көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен әріптеспен әңгіме атты подкасттың кезекті шығарылымы аяқталды. Бүгін бізбен сұхбаттасқан Абай облысының білім басқармасының басшысы, филология ғылымдарының докторы, профессор Ерденбеков Бауыржан Амангелдіұлы болды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Рахмет.